Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көп томдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі кітабынан қазақ емшілігі рецептерін ұсынамыз. 26 бөлім. Аңдыз тамыр. Аңдыз тамыр ащы бұрыш тамыры, каламус тамыры, жалауының түбірі, гладдон, мирт жалауы, мирт шөбі, мирт тамыры, мирт қоспасы, қарағай түбірі, тәтті бәліш, тәтті даршын, тәтті шөп, тәтті мирт, тәтті тамыр, тәтті шабуыл және тәтті қопсытқыш агурус тектес түрінде гүлді өсімдіктің түрі. Аңдыз тамырдың ем болатын аурулары, ішек аурулары және ауруды емдеу сияқты көптеген аурулар үшін дәрілікке қолданылады. Егер осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.